желіде сұмдық ақпарат тарады. Барша хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписаться және бір ғана лайктемелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Алматы-Өскемен тас жолының 55 шақырымында 5 бірдей адамның өліміне себепші болған жол көлік апаты болды. Nissan Primera жүргізушісі рөлді басқара алмай жолдан шығып кетіп, ағашқа соғылды. Жүргізуші мен 4 жолаушы алған жарақаттарынан оқиға орнында қаза тапты. 12 жастағы кәмелетке толмаған ұл бала Қонаев қаласының ауруханасына жеткізілді. Аталған факті бойынша қажетті сараптамалар тағайындалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.